достар, ассалаумағалейкум, Аманбай YouTube арнасына қош келдіңіздер. Мен Қайсар аренадамын. Дәл бүгін ең заманауи, ең жаңа стадионда Қызылордада Виктор Мозес алғашы және мүмкін соңғы рет Луиш Наниге қарсы Қазақстан премьер-лигасында ойнайды. Ендеше бұл дуэль қалай аяқталады? Қайсар ұтамы әлде Ақтөбе жеңіске жете ме? Барлығын осы влогтан тамашалайсыздар. Сұхбат, эксклюзивті кадрлар, видеолар, ойынның керемет сәттері осы влогта. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Қайсар арена Қызылорда, біз бастаймыз. Кеттік! Бүгінгі ойында Алла қаласа жеңіс керек бізге. Тек қана сол күтетінімізде, Алладан тілейтінімізде, үмітімізде. Бір Алла біледі не болатын ені. Бүгін Нани мен Мозес негіз құрамда. Бұлардың текетелесіне қалай қарайсың өткені әлеуметтік желілерде осы екеуін өте көп салдыңдар. Енді бұл қазақ футболында бұрын соңды, жалпы қазақ жерінде бұрын соңды болмаған дүние. Екеуі де ағылшын премьер-лигасының чемпионы, біреуі Африканың, біреуі Европаның чемпионы дегенде, енді ұлттық құраманың деңгейінде де, клубтық деңгейде де, жалпы футбол әлемінде бұл екі жігіттің бағындырмаған белесі жоқ, барлық трофейді алған. Ал Қазақстан премьер-лигасында әлі екеуі де трофей ала алмай жүр. Бәлкім сол трофейге бастар жол бүгін болады шығар деп отырмыз. Алғашқы үш ұпайды қазақ жерінде кім алады? Мозес па, Нани ма? Сол сұрақ әлбетте біз Виктордың Бағжан Сәкен дейміз бүгін. Құрметті көрермендер, Луиш Нани де Виктор Мозес бүгін негізгі құрамда. Бұл текетірес өте керемет болмақ. Одан бөлек бүгін Абат Айымбетовті алғаш рет Ақтөбеге оралғаннан кейін бірінші минуттардан бастап шығады. Иван Ордец жоқ, Кусяпов пен Ерланов, бұл таза бапкердің шешімі. Одан кейін Нұрал Жақсылық, кубоктың бас қаһарманы, кішкене температура бар дейді, сондықтан оны кубокқа сақтап отыр. В принципе, составтар құрам өте керемет, екі командаға жеңіс қажет. Ендеше көреміз, Нани әлде Мозес пе?
құрметті менің оқырмандарым, менің каналымдағы барлық видео достарымның көмегі арқылы шығады. Төмендегі сілтемеге өтіңіздер, Аманвайп промокодын енгізіңіздер, және сізге 10 000 теңге тегін беріледі. Сондай-ақ менің достарымда керемет акция бар, бонус күні деп аталады. Егер сіз болжамыңыз шықпаса, сізге 50%-ыңызды қайтарып береді сумманың, егер шықса 40%, ал егер сіз 30%-дық қайтарымды қайтарсаңыз, ұттыңыз ба, ұтылдыңыз ба, бәрібір оған қарамайды, 30% сізге беріледі. Ендеше төмендегі сілтемеге өтіңіздер, менің достарымнан керемет сыйлық бар. Daniel Sosa есепті теңестірді. Ақтөбе мен Қайсар жанкүйерлері өкінішке орай бұл жерде кішігірім қақтығыс. Ақтөбе 92-ші минутада жеңіс голын соққан сияқты, міне небәрі 10 минут ішінде ойын түбегейлі өзгерді. Есеп 1-2. I think it's a fantastic atmosphere. The stadium, I really like the stadium, one of the best I've seen in Kazakhstan, and when the crowd were loud, it really got behind the team. Наличие в командах Мозеса и Луиша Нани как способствует не развитию? Yeah, you can see in the first half he just has so much more time on the ball and brings other players into it. So his quality is still there. You know, obviously he's getting a little older, so he's not running as much as he would like, but you saw in the first half when he's on the pitch, he makes a difference. Наш бьет ворота, а ты угловой
этой атаки мы гол получали. Ну, я бы не сказал, что агрессивно играли. Ну, у нас просто очень много было невынужденных ошибок в средней зоне. Поэтому мы и в перерыве поговорили по этому поводу, потому что много футболистов в простых ситуациях ошибаются. Пару слов о стадионе. Хороший стадион, да, в Туркестане были, как стадион-близнец. Там приятно играть, поле хорошее, зеленое, болельщики. Это футбольная атмосфера. Тренер, вопрос по Нани. Выполнил ли он все сегодня установки? Потому что сыграл он сегодня прилично и весь матч. Ну, конечно, сыграл, если сил хватило, знаешь, правильно играл, распределял силы. Но он опытный футболист, я думаю, что ему надо много объяснять, как надо играть. Сегодня ваша первая победа. Какие-то чувства испытываете? Гордости, облегчения, радости? Знаете, это здесь только как 20 дней. Это тяжело, потому что чемпионат, новый чемпионат совсем. Поэтому я рад за ребят, что они вырвали на зубах победу. Мозестің Қазақстандағы екінші голы өкінішке орай Қайсарға ұпай сыйламады. Луиш Нани жаңылмасам 19 ойын өткізіп, Қазақстанда кубокты КПЛ санағанда 3 гол, 3 ассист жасады. Ал бүгін Виктор екінші голын соқты, және де ода 2 голевой пас бар. Бүгін Нани жеңді. Есеп 2-1 Ақтөбе маңызды 3 ұпайға қол жеткізді. Заруцкий мен Тимур Досмағамбетов Тимур Реджеповке көмектесіп жатыр. Міне, джентльменство деген осы. Саня, расскажи, как тебе забил Виктор Мозес, как так получилось? Ну, там был момент, мы, по-моему, потеряли в центре поля мячик, и он обыграл на скорости Талгата и ударил как уходящим мячом в дальний. Как ты готовился на Виктора? Да не особо никто не готовился, ничего. Просто знали, что у них очень быстрая атака, очень быстро вылетает, несмотря на других игроков, защитники сразу убивают на них. Құрметті достар, осылайша ойын аяқталды. Өкінішке орай Қайсар командасы Виктор Мозестің голынан кейін жеңісті есепті сақтап қала алмады. Тіпті бір ұпайды алған жоқ. Ал Нани болса бүкіл ойынды алаңда өткізіп 90 минут бойы ойнап, одан кейін 13 минут қосылды. Бірінші таймға 7, екінші таймға 6. Осы ойыннан кейін Ақтөбе қайтадан Еврокубокқа таласын жалғастырады. Нани жеңіске жетті. Манчестер Юнайтедті ойнаған футболшы бүгін өте керемет ойнады. Мозесті жақсы ойнады. Алайда Қайсар екінші таймда өкінішке орай бар өнерін көрсете алмады. Аманбай YouTube арнасы жазылыңыздар. Келесі қайғала барайық. Соны да комментарий бөліміне жазыңыздар. Қазақ футболы жасасын. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені YouTube'дан қарай. Бүгін бізде аман vibe.